Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай сырдың жасалу рецептісімен бөлісемін. Сырымыз осындай созылыңқы және дәмді болып шығады. Пицца пісіргенде қолдансаңыздар болады. Сырдың осылай жақсы болып шығуы біздің жасайтын сүзбемізге байланысты. Бізге қажетті заттар ол сүзбе, творог, яғни сүт, қаймағы алынбаған шикі сүт керек, тұз және сода керек болады. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді салып, үстіне сүт құямыз. Сүзбемізді баяу отқа қойып, қайнатамыз. Қасықпен міндетті түрде араластырып тұру қажет. 5-10 минуттан соң сүтіміздің түсі өзгеріп, яғни сары суы бөліне бастайды. Сол кезде сүзбемізді шұңғыл ыдысқа сито қойып, сүзіп аламыз. Сүзіп алған сүзбемізді таза ыдысымызға салып, су буында ерітеміз. Сүзбемізге сары май, сода және тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Сүзбемізді үнемі араластырып тұрамыз. Сол кезде біздің сүзбеміз шамамен 15 минуттан соң бір келкі массаға айналып, созыла бастайды. Дайын болған сырымызды ыдысымызға құямыз. Ыдысымызды сары маймен немесе сұйық маймен майлап алыңыздар. Өйткені табиғи сыр өте жабысқақ келеді. Дайын болған сырды ыссы күйінде осылай ыдысқа құйып аламыз. Содан соң бетін целлофанмен жауып, үй температурасында суытамыз. Одан соң 1 сағатқа тоңазытқышқа салып салқындатып аламыз. Мінекей сырымыз толық суыды, дайын болды. Енді кесіп көреміз. Сырымыз өте жұмсақ және дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.